Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Айдананың қуыршағы 9-шы бөлімін айтып беремін. 8-ші бөлімінде Айдана анашым деп айқайлап жіберген. Ал енді жалғасын көресіздер. Қорқынышты түс көрдің бе? Деді әйнектің ішіндегі қуыршағым. Айдана, сенің балаңның ішінен ақ тас шықты, дейді. Онда менің балам да бір жеңілдеп қалды-ау, деді қуыршақ. Мен оны жалғыз өзім суға итере алмаймын. Жүрші екеуміз бар бетер тастайық, деді. Жүр, деп қуыршақ қуанып кетеді. Сөйтіп, ол екеуі сыртқа шығады. Сырт көк көмбек теңіз екен. Айдана еш қорықпастан қуыршағын қойнына қысып, суға сүңгіп кетеді. Ол жүзіп барады. Сол кезде ана екі адам қайықталып жағаға жетіп қалыпты. Айдана, «Ей!» деп қалып еді, ана екеу қорқып алдына артына қарамастан қаша жөнелді. Сөйтіп қуыршақ, «Балам!» деп қайықты көрсетті. Айдана, бұл менің балам, деп қайықты көрсетті. Айдана түсінбей қалды. Сөйтіп, бір кезде шу шықты. Сөйтсе, әлгі адамдар әкесін қуып келе жатыр екен. «Әке, былай қарай келіңіз, былай келіңіз, бері келіңіз», деп қуыршағын көтеріп алады. Әкесі Айдананы көріп, Айданаға қарай барып, олар үшеуі суға сүңгіп, жаған арғы бетіне жүзіп кетеді. Сөйтіп қараған кезде әлгі адамдар шыбын сияқты жатыр екен. Олар қайтып барған кезде барлығын қырып тастапты. Ол жақта бір тірі адам жоқ. Сөйтіп бір адам жыбырлағандай болып, әкесі ол адамнан сұрайды. «Сендердің бәрілеріңе не болған?» дейді. Ол адам, «Сенің қолыңдағы ақ тас үшін ол ақ тасты әміршіміз ақ тастан айырылды, сосын бізді қырып тастауға мұрша берді», деп сылқылап түседі. Сөйтіп әміршісі қайыққа мініп кетіп бара жатыр екен. «Бүгінге осы жетеді, ертең іздейміз», дейді әкесі. Егер де балалар оны 10-шы бөлім көргілеріңіз келсе, менің арнама жазып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.